жалпылама ислам тарихқа көз жүгіртетін болсақ, исламдан келгенге дейін қыз баласының, әйел затының кемсіту, я болмаса адам қатарына қосылу секілді мәселелерді аңғаруға болады. Ал исламнан келгеннен кейін, исламның алғашқы уақыттарынан бастап қыз баласының, әйел затының жанұядағы және діндегі орнын ерекше белгілеп кетті. Ниса деген сүре бар арнайы, және де басқа да қыз бала, әйел затына қатысты басқа да аяттар бар. Бұл дегеніміз діндегі қыз баласының, әйел затының орны ерекшелігін білдіреді. Енді Абу Дауд деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде кімде кімнің 3 қыз болып, оны жақсы тәрбиелейтін болса, жақсы жерге тұрмысқа беретін болса, Аллах Тағала ол кісіні жәннатпен сүйіншілеген. Яғни бұл хадистен түсінетініміз, қандай да бір кісі 3 қыз дүниеге келіп, сол қызды жақсы тәрбиелейтін болса, жақсы мәміле қылып, олды жақсы жерге тұрмысқа беретін болса, ол кісіні Аллах Тағала жәннатпен сүйіншілеп тұр. Бұл дегеніміз үлкен бір мәртебе. Және де қазақта бұған қатысты қазақта мақал бар. Ол тәрбиелесең әулетті тәрбиелегенің, қыз тәрбиелесең ұрпақты тәрбиеле деген сөз бар. Себебі ұрпақ қыз баласынан өрбігеннен кейін қыз баласына ерекше құрмет көрсетіп, жақсы тәрбие көрсеткен. Сол себепті бұл жердегі Құран аятта келгендей, хадисте келгендей, қазақ халқының салт-дәстүріне келгенде қыз баласының, әйел затының орны ерекше екенін, ерекше құрмет көрсеткенін аңғаруға болады.